Өнер адамға туа біткен өте сирек қасиеттердің бірі. Жасынан қазақ ән жырымен биіне құштар болып өскен жанның бірі Ұлжалғас Мұстапаева. Ол өнегелі өмірін жұмысы көзге көріне бермейтін, осы салаға арнаған білікті маман ғана емес, мәдениет майталманы. Ұлжалғас Мұстапаева 1956 жылдың 22 шілдесінде Түркістан ауданы Бабайқорған ауылында дүниеге келген. 1972 жылы Күйбішев атындағы орта мектепті бітіріп, 1973-1977 жыл аралығында Шымкенттегі Әл-Фараби атындағы Мәдениет институтының қор дирижері және жоғары дәрежелі мәдениет қызметкері мамандығын оқыған. Еңбек жолын Жамбыл облысы Бірлік ауылы мәдениет үйінің директоры қызметінен бастаған. 1978 жылы Мойынқұм ән-би ансамблін құрып, сол жылы Алматы қаласында 15 кеңес республикаларының арасындағы байқауда күміс жүлде иегері болған. 1979 жылы Португалия мемлекетінде КСРО-ның мәдениет күнінде қазақтың өмірін бейнелейтін кино жанры, қылқалам шеберлері, ұлттық тағам, қыз ұзату көрінісі, ән, би және тағы басқа өнеріміз көрсетілген. Сол кезде Португалия басшысының қабылдауында болған. Қасиетін жоймаған, терең іске бойлаған, ақылы дана ұлжан ұстазыма кімнің көңілі толмаған. Бұл ұстазым өте іскер адам. Табиғи жаратылысы бұл кісінің ерекше. Алып анадан дейді. Ұлжан апамның анасы Сұлухан апамыз. 90 жасында атқа мінген, өте керемет, батыр ана бола білген. Әкем айтатын, кішкентай бала кезімізде Сұлухан керемет әнші болатын. Қыз жігіттер арасында айтыс болатын дейді. Сонда Сұлухан жеңін қойып, жігіттер бірді болып, айыпты болып жататын. Деп жататын. Енді алып анадан болып тұр ғой. Ұлжан апамыздың іскерлігі 2001 жылы бүкіл қариялардың арманы Батагөй сайын ұйымдастырды сайысын. 44 қария қатысты. Сонда Жамбылдың немересі кеп қатысты. Ол жерде 44 қария енді құлшынсыз оның керемет енді. Арманы ол қариялардың. Насихаттарын айтып, өсиетін айтып, бата беріп, жарысып, бірді болып, тамаша өнер көрсетті. Түркістан қалалық педагогикалық училищесінде би мамандығы бойынша қызмет етіп, Алтынай би ансамблін құрып, Түркістанға би өнерін алғаш рет алып келген. 1982 жылы Яссы фольклорлық ән би ансамблін құрып, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Молдавия, Куба мемлекеттерінде өткен фестивальге қатысып, КСРО-ның қабылдауына ие болған. Сондай-ақ Анкара қаласында Наурыз мерекесінде өнер көрсеткен. Би падишасы және Түркістан қаласының құрметті азаматы атағын иемденген. 2001 жылы Түркістан қаласының мәдениет және жастар ісі бөліміне басшы болып тағайындалған. Ұлжалғас Мұстапаева Қазақ КСРО халық ағарту ісінің озық қызметкері, Түркістан қаласының жыл адамы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл мерекелік медалімен, Қазақстан Республикасының президентінің алғыс хаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкері атағы, Республикалық кәсіподақ төсбелгісі, ерен еңбегі медалі, Түркістан қаласына сіңірген еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталған. Бүгінде Ұлжалғас Әбенқызы Түркістан қалалық әйелдер алқасының төрайымы. Бір ұл, 2 қызынан 10 немере сүйіп отыр. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Түркістан қаласының құрметті азаматы, Түркия мемлекетінің Сивас қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының оқу ісінің озаты, мемлекеттік қызметтер агенттігінің үздік қызметі, ерен еңбегі үшін президенттің жарлығы мен медалі иегері Мұстапаева Ұлжалғас Әбенқызы. Ұлжалғас Әбенқызы өнер түсінген адамға Алладан қонған бақ. Бақ болатын себебі, өнердің арқасында адам ғаламдық ақиқатты тани алады. Өйткені, өнер адамның танымын тереңдетеді. Қожа Ахмет Яссауиге тағзым етіп, мен осы ұлылардың шаһарынан түледім. Тұран шаһар төрінде терім ағып, еңбек еттім. Түркістан менің өмірім, Түркістан менің өнерім болды. Ер жігіт 15-інде елім дейді, ел үшін еңбек етіп ерінбейді. Жамандар 16 емес 40-ында пайдасы елге тиері көрінбейді дейді. Бұл ұстазым ер азамат орнына жүрді. Түрлі жағдайлар келді. Боладымын құбылыс екі адамның басында дейді.
өмір тағдыры ауырлау келді, жол апатына ұшырады, сосын жаңалдегі шамал күйік шалды. Соған қарамай, бұл кісі тек мәдениетпен алыса берді, тек мәдениетке қызмет ете берді, халыққа қызмет ете берді. Талай қиыншылық болды, талай өмірдің шамал қыспалығы болды, бірақ бұл кісі мәдениетте сахна көрсе, кәдімгі ауырмайды. Жас жігітше, жас балаша қызмет істеп кетеді. Түркістан үшін еңбегін сатусыз жасайтын жан бұл Ұлжалғас Әбенқызының тұлғалық қасиеттерінің бірі. Түркістанның 1500 жылдығына 1500 қызға өзі киім тіктіріп, би қойылымын ұйымдастырған. Тұла бойына көркем мінезі, әдемі әдебі, Ұлжалғас Әбенқызының сыртқы келбеті мен ішкі әлемін сұлулық деген әлемге тоғыстырып тұр. Ұлжалғас Әбенқызы өнердің қыр-сырын меңгерген әнші, биші. Мен бұлай осындай жиналыстар, концерттер, жастармен кездесулер болмаса, қазіргі таңда мен ауырып қалам. Мен көбірек халықпен араласып, жастармен жұмыста осындай жүргенді жақсы көрем. Тойларға барғанда да билеп, ән айтып, мына Есімхан алаңында да 500 адамға дейін, 1000 адамға дейін жастармен жұмыс істеген кезде мен содан ләззат алам, рахаттанам. Шаршадым деп айта алмаймын. Қатты дауысым шықпай, қарлығып шаршағанда мен ана өзімнің жасаған дүниемді көргеннен кейін содан нәр алам, қуанам. Жастардың энергиясын алам, өзімнің энергиямды берем. Өмір сүргеніме мен бақыттымын осындай киелі қасиет Түркістанда. Көшбасшылық қасиетті Түркістан қалалық мәдениет бөлімін басқарып, мәдениетті дамытуға үлес қосып, Түркістан даңқын асырған білікті басшы болды. Шығармашылық қабілеті мен тұлғалық интеллектуалды болмысын айқын танытты. Сценарий жазу, режиссерлық, мыңдаған қатысушыларды қамтыған көпшілік думан шаралары куә. Ол кісінің қасиеті қаншама жылдар бойы Түркістан қаласы мәдениет үйінде іс-шаралардың бәрін ұйымдастырады, ауқымды іс-шараларды ұйымдастырады. Соның бір іс-шарасында Қазақстанның халық әртісі Райымбек Сейтметов ағамызға қала әкімі тапсырма береді. Сол тапсырма беріп жатқанда біз жанында болдық. Ұлжан апам Райымбек Сейтметовтың қасында тұрғанда осы Түркістанға құрылтай өтеді. Соның іс-шарасын, сценарийін жазып, маған үлкен қойылым қойыңдар, үлкен сахнада деген тапсырманы Райымбек Сейтметов ағамыз естіп тұрып, Ұлжан апайымызға қарап күлген. Мұсапаева Ұлжан апамның сахнада, мына үлкен площадьта о кісінің идеясы, о кісінің еңбегі, о кісінің жазған сценарий мүлт кетпейді. Сондықтан мен Ұлжанға сенемін деген. Сондықтан осындай үлкен ұстаздардан жақсы сөз естіген Ұлжан апам. Бірде тағы да үлкен шара өтіп жатқанда Райымбек ағамның айтқан сөзін өз аузынан естігенімде мен таң қалғанмын. Қалай десеңіздер, Райымбек ағамыз айтып еді, Ұлжан еш уақытта шаршамайды, күндіз де түнде де жүре береді. Бұл Ұлжанның бір қалтасында фейервергі, бір қалтасында әртістері. Таңның атысы, күннің батысы, Түркістанда қандай іс-шара болса, Ұлжан сонда дейтін. Бап пен бақты таразылап көрмеппін. Меніңше бұл екеуін таразылау адамның емес, Тәңірдің ғана құзырындағы шаруа болса керек. Адам баласы өмірге не үшін келіп, не үшін кетеді деген сұрақтың төңірегінде ес білгелі ойланамын. Туып және өлу үшін ғана ма? Мұның еш мәні жоқ қой. Осы екі аралықта бір миссияны атқару керек шығар. Сонда ол қандай миссия? Меніңше, үздіксіз даму, кемелдікке ұмтылу миссиясы. Ал бұған үлкен еңбек пен зор ізденістің нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады. Жаратушы адамды жаратқанда шыр етіп жерге түскеннен, көзі жұмылғанша тыңбай еңбектенуі маңдайына мөр етіп басқан ба деймін. Мен осы миссиямды шама шарқымның келгенше кіршіксіз атқаруға тырыстым. Ұйықтағанда да еңбектенем. Талғай сценарийді түсімде жазам. Ұлжан Әбенқызы Мұстапаева апамыз ғой, енді ол кісі туралы
6 айға дейін әңгіме айтып отыра беруге болады, жалпы. Бұл ашық. Кезінде Түркістан үшін қандай еңбек сіңген адам. Бұл кісі тек қана хореограф, би падишағы емес. Сонымен бала кезімнен білем, осы өнердің қатарында жүргеннен соң бұл кісінің еңбектерін алаңда көретін тұғым. Осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанында біздің Есімхан алаңы бар тұғым. Есімхан алаңында қаншама жылдар бойы Түркістанның жаңағы 1500 жылды деген сияқты сонда үлкен іс-шаралардың бұл кісі массовый режиссері болды. 10 мыңдаған адамдармен жұмыс істеп, қара терін төгіп, үлкен еңбектер атқарды. Мен өзім айтатыным, мен әйел азаматтардың ішінен шыққан ер азамат деп бұл кісіге ат қойдым сондай. Еңбекқор, әрбір іске өзінің жауапкершілікпен қарайтын, жаны ашитын, уақытпен санаспайтын сондай тұлға бұл кісі. Ғабит Мүсірепов, дүниеде адам баласының ұлы қасиеті екеу-ақ. Ой ұлылығы, сұлулық ұлылығы. Көркем айтылған ой ұлы, ойландыра алған сұлулық ұлы. Дәл осы теңеу кейіпкерімізге арналғандай. Ұлжалға Сәбенқызы өз сөзінде, біреулер алтын кезеңде құлпырып, енді біреулер қурап кетеді. Солып қалғандардан гөрі өмір сүйгіш, емен жарқын көңіл күйде жүрген әлде қайдаған ибет. Маған шетелдерде болу бақыты бұйырыпты. Португалия, Куба, Түркия, Ресей. Тағдырыма ризамын. Бірақ әлемде ең ғажап жер, кең жазира қазақ жерінде өмір сүруді бұйырғаны үшін мың мәрте Тәңірге шүкіршілік етемін. Ол кісінің желде есіп, құстай ұшып жүретін керемет жеңілдігін осы кейінгі жастар өнерге деген көзсіз құштарлығы, өте көзсіз құштарлығы. Басынан қандай қиындықтар өтіп жатты. Адам болған соң ауырмай тұрмайды, сырқамай тұрмайды. Айдың 15 күні, қараңғы 15 күні жарық дейді. Сол сияқты өмірден көптеген басынан қиындықтар өтті. Соның барлығында мойымай, саққан шайымыз сияқты қолына жалауын ұстап алып, осы атқа мініп шаба жөнелетін сондай керемет өзіміздің ержүрек қазақ қыздарының образын көремін ол кісіден. Ол кісінің айтады ғой, тегіне тартады деп. Әкесі сол бұл Мұстафаевтар әулетінде осалы жоқ. Барлығы да өнер қонған, ән қонған, би қонған керемет тұлғалар. Ұстаз да бар бұл әулетте. Соның ішінде Ұлжан Әбенқызын әкесі менің сары алтыным, сарғалдағым деп бала күннен жақсы көрген екен. Бала күннен керемет осы қызына үміт артқан екен. Менің атымды, даңқымды осы қызым шығарады әлемге деген екен. Шын мәнінде де бұл кісі Кеңес одағының кезінде бүкіл шетелдің барлығын аралап, осы мәдениетті түркі еліне апарып танытып, яссы фольклорлық ансамблі, ұлт аспаптар ансамблі құрылып, сол ансамбльді алып жетектеп, бишілерді алып, керемет өнерді насихаттап, біздің өнерімізді паш еткен керемет өзіміздің өнер иесі. Ұлжалға Сәбенқызы Түркістанда, облыста, республикада танымал. Би падишасы, мәдениет министрі, Түркістанның алғашқы құрметті азаматы атағын алған тұңғыш Түркістанның қызы, түркістандықтардың ардақты қызы, қазақ елінің мақтанышы, мықты қызы. Мен Түркістанның өнері мен мәдениеті жолындағы күндерімді бақытым деп білемін. Шын бақыт, рухани толысу.